30-шы есепте жүргізуші әр күні саяхаттың басында әр күні К миль жүрген екен. Және ол осы үрдісті Д күн жалғастырған. Ал кейіннен М миль жүре бастағанда оны Б күн жүрген. Әрбір 100 мильге X литр жұмсайтын болса, онда бүкіл саяхатқа қанша литр жұмсайды дейді. Мұны осында оңай есептер көп болса, тез-тез шығарамын. Күнне К миль жүрсе, ол Д күн жүрді осынша. Яғни бірінші басында саяхаттың басында манша миль жүрді. Оған қосамыз енді. Кейін М-ді көбейтеміз Б-ға. Бұл деген сөз саяхаттың екінші жартысында күнне М миль жүрді да, оны Б күн жүрді. Сонда жалпы осынша миль жүріп қойды. Енді осының барлығын көбейтеміз X бөлінген 100-ге. Өйткені ол әрбір 100 мильге X литр жұмсады. Сонда есептің жауабы осы болады.